Судья боламын деген тұлғаларға бірқатар талаптар қойылады. Үміткер Қазақстан азаматы, жасы 30-ға толған, жоғары заңгерлік білімі бар, заңгерлік қызметте кемінде 5 жыл еңбек өтілі бар, денсаулық жағдайы судья қызметін атқаруға кедергі келтірмеуі тиіс. Судья лауазымына тағайындалу үшін біліктілік емтиханын тапсыру керек, тағылымдамадан өту керек және конкурсқа қатысу қажет. Біліктілік емтиханы бірнеше кезеңнен тұрады. Олар психологиялық сынақ, Қазақстан Республикасының заңнамасын білу деңгейін анықтайтын компьютерлік тестілеу, жазбаша эссе, сот тәжірибесіндегі жағдайларды қайталайтын тапсырмаларды орындау арқылы талапкердің өз білімін пайдалану қабілеттерін тексеру, комиссия мүшелерімен сұхбаттасу. Судья лауазымына үміткер міндетті тағылымдамадан өтуі тиіс. Оның барысында жергілікті соттардағы істерді қарау тәжірибесін зерделеп, судья лауазымында қызмет атқаруға қажетті ұйымдастырушылық және басқа да қабілеттерін ұштастырып нығайта түсу. Судья лауазымына жарияланған конкурсқа біліктілік емтиханынан сүрінбей өткен, негізгі жұмыс орнынан босап, соттардағы ақылы тағылымдамадан өткен тұлғалар қатыса алады. Жоғарғы сот жанындағы сот төрелігі академиясының түлектері оқу орнын тәмамдаған соң 4 жыл ішінде біліктілік емтиханын тапсырмай және тағылымдамадан өтпей-ақ конкурсқа қатыса алады. Толық ақпаратты Қазақстан Республикасының жоғары сот кеңесінің ресми сайтынан біле аласыздар.